Саламатсыздар ма? Ата-ана подкастының бүгінгі тақырыбы баланың әлеуметтенуі. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Алмагүл Алдабергенова, психолог, және Камшат Тасболат, журналист. Сіздер де білесіздер, баланың әлеуметтенуі бұл үлкен мәселе. Социализация деп атайды, қазақ тілінде әлеуметтену деп айтып жатырмыз. Осы туралы кейде адамдар осы терминді қаншалықты дұрыс түсінеді, осы әлеуметтенуге не жатады, соны бір түсіндіріп өтсек басында. Жалпы енді әлеуметтену қоғаммен қарым-қатынас жасауы ғой, баланың деп айтамыз. Мысалы, бала үшін туылғаннан бастап отбасы мүшелері ең жақын бола бастайды. Танысы, бірінші анасы деген сияқты, көргеннен кейін үйдің бауырлары бар шығар, сосын туған туысқандары. Бірақ белгілі бір жас, яғни әсіресе 3 жасқа жақындаған кезде баланың сол бір қарым-қатынас жасап жүрген адамдары шеңбер тар бола бастайды бала үшін. Яғни ол қарым-қатынасын арттырғысы келу қажеттілігі туындайды. Сондықтан да айтамыз, яғни әлеуметтену жасы 3 жастан басталады деп айтатынымыз да сол. Сондықтан ол өзінің қатарластарымен, яғни дәл сол бір 2-3 жас, немесе әрі кетсе 4 жастағы балалармен қарым-қатынас жасауы, сөйлесуі, бірге ойнауы өте бір қажеттілік және маңызды болып есептеледі. Яғни балабақшаға бару жасы 3 жастан жоғары деп айтуға болады. Жоғары деп айтуға нағыз қажеттілігі. Ал біздің елімізде мысалы кіші топтар бар, сәби топтар бар, қазір нақты қалай аталады білмеймін, бірақ өте кішкентай балаларды алып жатады, 1,5 жастағы. Олардың денсаулығына, жалпы саулығына бұл қаншалықты әсер етеді? Енді мен әсіресе 1,5 жастағын аса қолдамаймын. Енді ол жерге бірақ апарып жатқан аналарды да ешқандай бір сөкпеймін де, айттай да алмаймын. Өйткені оның барлығы үлкен бір қажеттіліктен туындап жатады көп жағдайда. Өйткені өздеріңізге қалай айтсам, таныс жағдай, яғни материалдық жағдайдың жетіспеушілігі деп айтамыз. Сондықтан да бұған түсіністікпен де қарауға болады, бірақ бірінші кезекте барынша әрине тырысу керек баланың жасының жаңағы 3 жасқа қарай жақындаған, ең болмаса 2 жастан асқаны дұрыс, 2,5 жас. Бала және балабақша, бала күтуші өте бір-бірімен тығыз байланысты. Көп қойылатын да сұрақ, бала күтушісіне қарағанда, жалпы ана ретінде, психолог маман ретінде емес, ана ретінде жауап беретін болсам, мен балабақшаны құптаймын, бала күтушісіне қарағанда. Өйткені қанша дегенмен ол жерде қатарластары бар, тағы да сызып өтетін жағдай. Одан кейін бір жаңағыдай тәрбиеші емес, бірнеше жаңағыдай, ол мейлі әдіскер болсын, немесе сол жердің директор болсын, қарау, кішкене бір жүйелілік ба, система дейміз ғой, бар. Ал үйде сіз қанша жерден бақылау қойсаңыз да, ол бір адамның ғана құзырында таңнан кешке дейін қауіпсіздік үшін маңызды. Камшат ханым, сіздің 3 балаңыз бар. 2 балаңызды балабақшаға қай жастан бердіңіз? Енді біз, менің балаларым барды. Біз сол туғаннан бастап кезекке тұрдық. Біздің кезегіміз, қателеспесем, үлкенім 5 жасқа толған кезде келді. Тура мектепке барардың алдында. Оның алдында әрине мен сол балаларым жұмыс істедім, сондықтан жолдасым да жұмыс істеп, екеуміз бір шешімге келдік. Енді мен де декреттен шыққаннан кейін сол балаларымызды бір балабақшаға орналастырайық деп, басынан жекеменшік балабақшадан бастадық. Өйткені жаңа кезекті күту ұзаққа созылатын еді, сондықтан қателеспесем, үлкен сол қаншада бір 4-тен аса барды. 5 жасында жаңа мемлекеттік балабақшаға ілікті. Енді сіздер жаңа жас ерекшелігін айтып жатырсыздар ғой, 1,5 жастан бастап та беріп жатыр деп. Шынтуайтына мен айтар едім, жекеменшік балабақшада бұл нормалар сақталмайды екен. Байқауымша тіпті 9 айлық балаларды да, тіпті еңбектеп жүрген кішкентай балаларды байқап қалдым. Яғни бұл сала бір бизнеске айналып кеткен сияқты. Мемлекеттік балабақшаларда тәртіп бар, бүкіл нормалар бәрі сақталады, ал жекеменшік балабақшада не болып жатқанын шыны керек қадағалау қиындау сияқты. Өйткені сол 9-10 айлық балаларды қарағанда мен өзім өте таң қалған едім.
Ал бірақ мен мына психолог ханымның сөзін құптаймын. Шын мәнінде сол баланың балабақшаға барар жасы жаңағы сол 3 жастан жоғары деп ойлаймын. Енді менде мынандай сұрақ туындап отыр, Алмагүл ханым. Мына ғалымдардың зерттеуіне қарасақ, педагог мамандардың айтуына қарасақ, балаға балабақшаға бару кезеңі алғашқы жаңа мамасын жоғалтып алуымен сонымен тең дейді. Мысалы, жаңағы ылғида қалыптасқан өмір бір күннің ішінде кәдімгідей, былайша айтқанда әскери тәртіптің келуі, еркелеп жүрген баланың осыншама басқа әлемге тап болуы, шын айту керек, ата-анаға да бала үшін де үлкен жаңағы жүк, стресс болып жатады дейді. Бірақ біз әдетте осындай жағдайға қалған кезде міндетті түрде жаңағы айыптауды балабақшаның тарапына жібереміз. Дұрыс қарамағандықтан түрлі себептерді айтамыз. Бірақ біз бір нәрселерді білмей жатқан сияқтымыз. Өзіміз де баланың алдында өзімізді қалай ұстарымызды білмей жатқан сияқтымыз. Ережелері бар ма нақты? Біз не істеуіміз керек баланы балабақшаға апарғанда? Қадамдары? Иә. Жалпы баланы балабақшаға апармас бұрын ол кәдімгідей үлкен бір үйде талқылану керек мәселе. Оған дайындық қажет. Бала қатысу керек болды талқылауға. Талқылауға енді баланы қатыстырғанда қызығушылығын арттыру мақсатында болады. Яғни мен жұмысқа барамын, сенде де енді осындай бір үйден бөлек бір орын бар. Ол жерде жаңағыдай енді қатты қызықтырып емес, жаңағыдай немен айналысатынын қалай бар солай айтуға. Мысалы, таңертең сендерге жаңағыдай ботқаларыңды береді. Бірнеше бала болады сен сияқты. Яғни ол жалғыз емес екенін сезінуі керек, иә. Сендерге қызық болады, ойындар ойнатылады. Үйде қалай ұйықтайсың, солай жаңағыдай, сосын міндетті түрде астын сызып айтам, алып кетеміз сені дегенді айту керек. Өйткені бала дәл осы мәселеге байланысты үлкен күйзеліске ұшырайды. Бейімделу кезеңі дейміз ғой, бала бақшаға барған кезде әсіресе бірінші апта тіпті мені балам жаңа ата-анам тастап кетті деген ойда болады. Сол үшін ол үлкен стрессте болады. Келе ма, келмей ма күтіп жүреді. Өзіңіз ойлаңызшы, бірінші күн әсіресе қатты қиын. Сондықтан да бейімделу кезеңінде, яғни уақытты да ескеру керек. Бүгін бірінші күн, сіз оны таңнан кешке дейін қалдырмаңыз. Міндетті түрде ол түске дейінгі уақыт қана, бала ұйықтамау да керек бірінші күні. Өйткені ол балаға басқа бір орында бірінші күннен ұйықтау, ол стресстің үстіне стресс болады. Сондықтан бүгін түске дейін, екінші күні тағы да түске дейін, үшінші күні сіз оны ол жерде тек қана түске дейін ғана қалады екен деген тағы да түйін жасап қояды бала. Сол үшін ұзартып, бүгін енді ұйықтайды екен ғой балабақшада. Соны түсіну керек бала. Одан кейін барып біртіндеп, бірақ оның кішкентай миына осының бәрін қабылдау өте. Балаға айтпайсыз оны. Дәл осындай уақыт алып кетем дегенді балаға айтпайсыз. Онда әлі уақытқа ориентирдейміз, бағыт-бағдар жоқ қой. Бірақ бейімделу кезеңіне аса мән беру керектігін айтып отырмын. Өйткені бізде қалай ол қанша уақытқа созылу керек? Сол күні жұмысқа шығып кететіндер де ата-аналар бар. Қанша уақытқа созылу керек бейімделу кезеңі? Бейімделу кезеңі кем дегенде мен айтар едім 2 апта. Кем дегенде. Мен өзім осы мына 3-ші баламда қыркүйекте шықтым ба жұмысқа, оны тамыз айында бердім. Өйткені жазда... Неше жаста болды сонда балаңыз? 2-де 8 айда болды. Кәдімгідей қалай айтсам, жаз айында, сосын мына денсаулыққа да бала бірден ауырып, барлығы психосоматика ғой, яғни өзі жылағаннан кейін ар жақта ангина да көтеріледі, балалардың арасында вирус болады, барлығы бір-біріне қосылып кетеді. Яғни ата-аналардың балабақшаға барды бітті ауырады, вирус қаптаған дегені ол жаңа психосоматика болады. Онымен де байланысты. Енді ол тек қана сол ғана себеп деп айта алмаймын. Әрине вирус болады, мысалы ауырып келетін де бала болады, бірақ та ескеру керек, жыл мезгіліне де қараған жөн. Жазда қанша дегенмен вирус кішкене аздау ғой, балалар шымыр келетін жасы деген сияқты ертерек беру керек. Түрлі әдебиеттерде бала туғаннан бастап оның жаңағы әлеуметтенуі отбасында басталады деп айтып жатырмыз ғой. Ата-анасы, туған туыстары, аға-әпкелері қоршайды да осы әлеуметтенудің ең алғашқы қадамдары баланың. Және 6 айға дейін баламен бірге қонаққа барып, баланың басқа да адамдарды көруі өте маңызды дейді. Тағы бір оқығаным, 6-7 айдан бастап бала танымайтын адамдардан қорқатын бір кезеңі басталады екен. Сондықтан ата-ана егер баласы басқа адамдардан қорқатын болса, ол кісілерге айтып, мысалы баланы қолға алмау туралы сондай бір кеңестер беріп жатады. Қалай ойлайсыз осы?
Енді бала негізі 1 жасқа дейін ең қажетті адам анасы мен әкесі ғой. Анасы мен әкесі тіпті ол енді бөлек тақырып, бірақ та ата-әжеге де беріп өздері жаңағыдай шұғыл тез мына 2-3 айдың арасында тіпті шығып кететін ата-аналар да бар ғой. 1 жасқа дейін лаж болса ата-ана одан асқан балаға ол ең жылуды, мейірімді молынан беретін. Жалпы егер де мысалы түрлі жағдай болып жатады, егер кезегі келмесе балаға, балабақшаға баруға, немесе түрлі себептер болатын болса, экономикалық себептер бар, баланы үйде ұстаған жағдайда ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Мысалы балабақшаға бармаса өзін қылмыскер сезініп қалатын ата-аналар бар. Мысалы балабақшаға баласын бере алмай отыр, бір үлкен нәрсені бере алмай отырғандай, жан-жағы айыптап шығуы мүмкін. Осындай жағдайда ата-аналарға үйде баланы дамыту принциптері туралы айтасыз ба? Жалпы оны қолдайсыз ба? Енді ешқандай бір мүмкіндік болмай жатса, баланың жасы 3-4-5-ке кеп қалса, тек қана үйде болатын болып қалса, біріншіден сабырлық тілеймін, өйткені балаға да, ата-анаға да өте қиын. Өйткені жаңа айтып отырмын, неге 3 жас дедік? Өйткені бала 3 жастан кейін кәдімгідей, қалай айтсам, анасына өте бір негізі сепарация деген түсінік бар психологияда. Яғни 3 жастан кейін әсіресе бала анадан алшақтау қалыпты, алшақтау болу керек. Ал керісінше одан алшақтамай қалса, сол кезеңде ол шектен тыс жабысу дейміз ба, привязанность деген енді қалай қазақшаға аударайын, өте бір жабысу, жақындық, мүмкін емес онсыз. Қонаққа барсаңыз да шектен тыс енді тип тұру керек. Айтқан кезде сондай болып қалады. Ол мінекей кәдімгідей сырттан қараған кезде де бір тұрпайы көрінеді. Сондықтан да енді 5-6-ға әбден жетіп қалса, балаға ол үлкен қажеттілік, оның қатарластарымен қарым-қатынасы. Ең болмағанда тағы да жыл мезгіліне байланысты далаға сүйрендеу болса да, мүмкін көршінің баласы ойнап жүрген шығар, сол жастағы. Мүмкіндік барынша жасауға тырысу керек. Мүмкін дәл сол жастағы туысқандарыңыз бар шығар, үйге алып келіп бірге ойнасын. Өйткені сізбен ойнаған басқа, өзінің қатарласымен ойнаған басқа. Мен тағы да бір мынандай кеңестерді оқып қалдым, ата-аналарға беретін. Егер балаңыз балабақшаға бармаса, онда сіз балаға со әлеуметтенетін ортаны ата-ана өзі ұйымдастыру керек дейді. Оның бір жолы қонаққа бару дейді. Қонаққа барғанда ылғи жаңа бір үйге, жаңа бір адамдарға бара берудің қажеті жоқ. Мүмкін 3-4 танысыңыз болса, ылғи сол жерде сол баланың жасына сәйкес балалар болса, ылғи қонаққа барып балалардың ойнап, бірге тілдесуіне мүмкіндік жасау. Тағы бір жолы ол аулаға шығып, аулада ойнайтын балалармен бірге ойын ойнатуда бір жақсы әдіс тәсілдің бірі деп айтады. Және үшіншісі, сіздер бағанадан бері айтып жатқан қосымша бір үйірмелерге бару. Яғни сол баланың қызығушылығына байланысты бір үйірмелерге бару арқылы бала сол жерде өзінің темпераментіне сәйкес келетін басқа да балалармен тіл табысып, достасып кетуі мүмкін. Қалай қарайсыздар? Енді қосымшалар өте маңызды. Мен мәселен кейбір ата-аналарды өзіммен қатарлас ата-аналармен сөйлескенде байқаймын. Әр нәрсенің өзінің бір шегі болу керек. Бізде өкінішке қарай 3 жастан бастайды да, баладан бір профессор жасағысы келіп, бір дамыту орталығынан екінші дамыту орталығына жүгіртеді. Ол баланың енді бір апамен сөйлесіп қалдық. Жаңа мен қызымды күтіп отырмын. Сол кезде мен оны қызымды тек сурет үйірмесіне береді екенмін да. Жаңағы баланың таң 9-дан бастап кешкі 8-ге дейін жаңа апаның баласы өзі мақтанып отыр. Сол мен қызыммен қатарлас, ол кезде мен қызым сол 4-5-терде ма сондайда болды. Сол біз суреттен бастағанбыз негізі дамыту орталықтарынан. Сөйтсе жаңағы таң 9-дан бастап кешкі 8-ге дейін бассейні бар, каратесі бар. Ана Юсимастағы өзінің бір жаңа ментальный арифметика деген кезінде бір өзіндік бір сәнге айналды ғой, сондай арифметика беру. Қазір де сән, енді тілдік курстарда бәрі бар екен. Сосын менің балам бір жағынан
қалып бара жатқан жоқ па деп те ойладым. Салыстырдым, бірақ кейін түсіндім, 4 жасар бала үшін 4 жасар бала ересектің нормасын орындамау керек деп ойладым. Сіз түсіндіңіз. Мен Қаншама адам оны түсінбей қалып, сол жарысқа түсіп кетеді. Иә, рас, ол рас. Бірақ сурет салғаннан кейін менің балам жаңа ызбайланып, бір кейде ашуланып, бір жаңағы сіңлісі екеуі бір ойыншықтыққа таласып болады ғой балалар арасында, сондай бір өзара төбелес. Сурет салғаннан кейін оның бәрі басылып, бір-біріне деген бауырмалдық, сондай бір ынта ықылас, оқу білімге деген ынта ықылас оянды. Соған өте қуандым. Одан кейін бізге сол дамыту орталығынан кейін балабақшаға бару сол бізге жеңілдеу болды деп ойлаймын. Өйткені дамыту орталығына бір-екі сағатқа апарасыз, өзіңіз күтіп отырасыз, кейде сәл алыста болса. Ол жерде 7-8 баладан болады. Ол жерде сосын жеңіл сурет салады, кейде кейбір кездері бір қолдарынан бір пицца дайындағандай бір нәрселер болады. Күніге бір қызық бір нәрсе қосымша ретінде беріліп отырады. Жаңа құммен сурет салу деген сияқты. Оның бәрі бір жағынан терапия, бір жағынан сондықтан баланы егер бірден сол балабақшаға беруге қорқсаңыздар, онда осылай кеңес берер едім. Бірінші бәлкім сол 1-2 сағаттық бір дамыту орталығына көрсету керек шығар. Сол балаға сол жаңағы әлеуметтену мәселесі ғой. Жаңағы жерде бала егер өзін еркін сезіне бастаса, кейін жаңағы балабақшада ол бөтен жерден қорықпайтын болады. Енді біз сөз арасында өз мысалымызды да келтіріп кетуге рұқсат етіңіздер. Менің балам 2 жастан жарты жыл асқан кезде, 2 жарым, былай қарап отырсаңыз, қалыпты жас сияқты балабақшаға баруға. Балабақшаға барды. Жаңа сіз айтқан бірінші қателікті мен жасадым. Мен оны көбірек уақытқа қалдырдым. Жарты күннен көбірек, енді кешігіп батқанша емес. Сондай сөйтіп ол 5 күн барды садикке. Бірақ бір күні терезеден оның аянышты несін маған әлі күнге дейін мен соны көп көз алдыма елестетіп қорытып көрдім. Ол енді көрмейтін сияқты маған. Сен бұны қалай, сен маған осылай істеп тұрсың ба дегендей көзімен қарады. Содан кейін жаңағындай бір қиын оқиға болды. Ол сөйлемей қалды. Мысалы, тілінде жаңағы кекештене бастады. Содан кейін ондай жағдайға түскен соң біз оны логопедке, психологқа апарып, оны аялап, көп уақыт оны кәдімгідей емдеп жазып алдық. Жанын емдедік. Сонда мен күн сайын оған табанына дейін сүйіп, мамаң сені тастап ешқашан ешқайда кетпейді. Мен оны түсіндірдім, түсіндіру жұмысын жүргіздік. Бірақ біз әр баланың сондай жағдайға түскендегі жанының қабылдау ерекшеліктерін ескеруіміз керек. Енді осындай жағдайға, мен сияқты жағдайға түсіп қалған ата-анаға не істеу керек бірінші жағдайда? Мысалы, мен сондай жағдайға балам түскенде, мен одан зор жағдайға түстім. Мен өзімді кінәлі сезіндім, мен стресс болдым, маған да маман керек болды. Өйткені ол балаңның сөйлеп жүрген баланың сөйлем айтып, сөйлемей қалу өте қиын. Әрине біз ол мәселенің бәрінен өттік, аз уақыт емес, біраз уақытта. Бірақ дәл сол кезде мен қадамдарым дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма, қазір де ажырата алмаймын. Мен интуитивті түрде түрлі әдебиеттерді оқып, мамандардың кеңесіне жүгіндім. Ал осындай жағдайға балалар түсіп қалса, мысалы, түрлі балабақшада әлімжеттік болып жатады. Мұғалімдер жай ғана бетіне қарап сөйлеп қойса, балаға ол ұрысқан, айғайлаған сияқты көрінуі мүмкін. Соның бәрінде ата-ана қалай, не істеу керек? Өзі дұрыс әрекет ету керек. Не істеу керек? Жалпы кез келген іс-әрекет бізде жұмыста да былай бірінші профилактика, одан кейін бар диагностика дейміз, сосын яғни түзету коррекция жұмысы деп айтады. Бұл жерде де дәл сондай барынша алдын алуға профилактика ретінде, яғни осындай ақпараттарды оқуға кеңес беретін едім. Ата-аналарға, әсіресе енді босанған ата-аналар болса, сол баланың болашағы үшін. Бірақ та енді жақсы жағдай, сондай жағдай орын алған кезде не істейміз деген ата-аналардың да біраз мәселелері бар. Енді ол кезде маманға жүгінбей болмайды. Ол кезде енді жалғыз сіз өзіңіз, жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, өзіңіз сол маманның көмегіне өте бір қажеттілік туындап тұрған кезде балаңызды ол тығырықтан шығарып алу мүмкін емес.
Сондықтан бірінші кезекте енді қажеттілігіне байланысты ол психолог маман, логопед маман дейміз, кей кезде тіпті невролог мамандығы кеңесі қажет болуы мүмкін. Сосын мінекей осындай болды, жарайды, үйренісіп кетеді, қайттан қалыпқа келеді деп те уақыт созып алатын адамдар бар. Неғұрлым ертерек жаңағыдай жүгінесі, соғұрлым неғұрлым ертерек қолға алса, соғұрлым нәтижеде жақсы болады. Білікті маманға барған жөн. Балада қалай айтамыз, сөйлеуге біздің мидың сол жақ шары жауап береді деп айтамыз ғой. Мына қорқыныш болсын, немесе жаңағыдай күйзеліс, стресске түсті ғой, енді соның себебінен мына дауысқа жауап беретін жерде жаңа тербеліс, діріл көбейген кезде бізде жаңағы тұтығу пайда болады. Бірақ туғаннан ешқандай сөз қалыпты сөйлемей бірден тұтығып шығатын бар да, сосын жаңағыдай белгілі бір осындай мінекей жағдайлардан кейінгі тұтығу бар, иә. Кейінгі тұтығуды қалыпқа келтіру қиындау. Қиындау, бірақ көп жағдайда мүмкін. Бірақ ұзақ болып жатады. Енді мен 13 жыл ғой логопед мамандармен бірге тығыз жұмыс жасайтындықтан бұны білемін. Сондықтан да сізге душар болғаннан кейін қалып шығу қиындау. Сосын ғой неғұрлым ертерек деп отырғаным. Кей кезде болады, содан сөйткен ғой деп себебін біліп тұрса да, барсын, тағы да үйренсін, мүмкін шығып кетеді деген сияқты уақыт созып алатын кезде мүмкін емес жағдай орын алып жатады. Сондықтан ата-аналарға айтатыным, ескермей қалдыңыз, қателесіп қалдыңыз, өзіңізді кінәлап жей бермеңіз. Кінәлағаннан ол шешім табылмайды, тығырықтан шыға алмайсыз. Бірден өзіңізді қолға алып, мамандарға жүгіну қажет. Басқа жол бұл жерде жоқ десем де болады. Біз баланы әлеуметтендіреміз, көпшіл қыламыз деп, қайта басқа бір проблемаларды өзімізге кейде алып алудың бір мысалдарын көріп отырмыз ғой. Балабақшадан пайда емес зияны болатын қандай мысалдар болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Енді біздің де өзіміздің басымыздан өткен жағдай, мен жаңа ортаншы қызымды дамыту орталығына бергенмін. Енді ол орталық енді жаңағы үлкен кісілердің балалары барды деп енді мақтанатын орталық, бірақ өкінішке қарай ол жерде менің балам стресске түсіп қалды. Ол неден деп, мен басында мән беріп жүрген жоқпын, барғысы келмей жылап жүрді, енді өзінің бір еркелігі шығар деп мән бермедім, бірақ кейін бұның үлкен қателік екенін түсіндім. Өйткені жаңағы апайының жаңа қол көтерген және апайынан қатты қорқатынын айтты бір күні қызым. Сосын ол кәдімгідей шошып қалған, шошыған сондай, тіпті кейде шошып ұйықтайтын болды. Сосын бұл мәселені біз жаңа дамыту орталығына айтқан кезімізде басында олар біз бұл мәселені шешеміз деп кешірім сұрады, бірақ кейін тек қана бұл сіздің мәселеңіз, яғни басқа ата-аналарда ешқандай наразылық жоқ, бұл тек қана сіздің жеке проблемаңыз деген сияқты келтірді. Яғни дамыту орталығында бұндай проблема болса, оларға жаңағы сол қол көтерген маманмен мәселені шешудің орнына жаңағы психологиялық бір үрейге ұшыраған баланы алыстату, ол орталықтан кетіру жеңілірек екен. Өйткені қазір өткен айтып жатыр ғой, дамыту орталығында статистика шықты, жалақы мәселесі жаңа 80-120 мыңның арасында дейді, ондай жалақы көп адамдар тұрақтай бермейді екен. Сондықтан тұрақтаған адамның өзі енді мынандай балаға деген сондай агрессиясы болса, бұл мәселені енді оңтайлы шешу керек. Ол орталыққа, болашақ орталықтың өзі үшін де маңызды екен енді біз жеткіздік, бірақ өкінішке қарай олар бұл мәселенің тек қана біздің басымыздан өткенін және ешқандай да бұл жаңағы шешілу жолдарын олар бір нақты көрсетпеді маған. Сосын жалпы... Ал заңгер ретінде сіз қалай ойлайсыз, біз осындай жағдайлар орын алған кезде бірден нәтижеге жетуге тырысуымыз керек пе? Бірден мен солай ойлаймын. Менің де бұл жерде енді ата-ана ретінде бір қателігім, мен жаңағы сол қызым ұрды деп айтқан күні енді ойладым, жаңағы
ешқандай енді денесінде жарақат болмаса, ол енді мына шаш сол күні маған сол баланы апарып, жаңа травмпункт дейді ғой, сол медициналық құжатымызға бір бекітіп алуымыз керек екен. Және бірден шара қолдану керек. Бізде өкінішке қарай көп ата-аналар балаларын бір жерде ұрса, мәселен, жаңағы апайы, ересек адам ұрса, ол баланы алады да проблеманың жоқтай етіп алып кетеді де, бірақ проблема сол жерде қалады ғой. Біз қазір қарап отырмыз, ол проблема шешілмей. Біздің қоғамда өлтіретін нәрсе осы немқұрайлылық. Проблемаға қарауға деген бір немқұрайлылық. Өйткені біз, мәселен, бір проблема ол жерде қалса, ол балалардың бір ғана бала емес, ол жерде бірнеше бала үлкен психологиялық үрей мен қорқыныштың арасында жүр. Біз сол мәселені егер шеше алмасақ, егер бала өзін қауіпсіз сезінбесе, онда бұл ересектерге қойылатын үлкен сын. Енді кейін біз бұл мәселені енді оңтайлы шешуге тырыстық. Біз өзіміздің талабымызды қойдық, өйткені біз баламызды психолог апаруға тура келдік. Психолог растады баланың осы үрейден, қорқынышта жүрген және апайынан кәдімгі қорқып қалғанын растады. Енді үйде көрмеген нәрсені сыртта көрген екен, ол бала кәдімгі тұйықталып, іштей бір проблемасын шеше алмайтындай болып қорқып қалады екен. Кейін біз ол жаңа психолог оны бір картон жасағандай болды. Неке, сенің отбасың бар, сенің мамаң бар, папаң бар, және кімдерді қоясың сені қорғайтын адамдарды. Сөйтсе, екі апам бар деп, жаңағы біреуі Алматыда, біреуі Шымкентте, бір жасар сіңлісінде айтады, ол да мені қорғайды ғой дейді. Сөйтіп айтады, енді мен апайдан қорықпаймын деп, жаңа проблемасы сейілді, жаңа ұйқысы тыныштанды. Жалпы мен айтар едім, егер де бір балабақшада бұндай проблема, дамыту орталығында мұндай проблема болса, оған тек балаңызды алып кетіп, өз балаңызды аман сақтап қалып, басқа балалардың болашағына немқұрайлы қарамаңыздар. Өйткені олар ертең сіздің балаңыз өмір сүретін қоғамның мүшелері. Біз қазір айтамыз, әртүрлі психологиялық аурулар бар дейміз, суицид елімізде көп дейміз. Ол көп проблеманың негізі осы балалық шақта алған травмаларға байланысты ғой. Сондықтан сол кішкентай кезінде біз бала психикасын барынша қорғап, бұндай проблемаларды заң аясында шешуіміз керек. Осы бағытта мен тағы бір нәрсе айтайыншы. Осындай түрлі әңгімелер, мысалдарды естіген ата-аналар кейде балабақшаға мүлде қарсы болып жатады, және балаларын балабақшаға бермейді. Осы бағытта ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіздер? Маман ретінде, ата-ана ретінде, мысалы. Енді, ол белгілі бір түсініспестік деп айтамыз ба, енді сондай жағдайлар қай жерде болсын орын алып жатады ғой, балабақшада ғана емес, бірақ та бұл анда-санда кездесетін, ол тіпті сондай жағдайдың керісінше сол арқылы бір сабақ дейміз ба, бір адам кішкене әр нәрсеге дайын болуға бір түсіндірме жұмыстары болу керек шығар ол үшін де, Содан кейін ата-аналарға әрине айту қажет, мысалы шетелде деп айтамыз ғой, енді сәл нетсе шетел деп шығамыз енді бізде. Жаңағы әр адам өзінің үйдегі мәселесін үйде қалдыру керек та, жұмысқа келген кезде жұмыстағы өзінің, қалай айтамыз енді, міндеттері бар, Сол сияқты мүмкін сол күні деп айтамыз, жаңа ғана тәрбиеші үйдегі мәселесімен келіп, ашуын кімге шығарарын білмеді де, алдынан шыққан балаға шығарылған мүмкін, сондай жағдай болған шығар, Сондықтан да әр балабақшаның үлкен лауазымды, мысалы директор, одан кейінгі әдіскерлер болсын, осындай жағдайлар орын алған кезде міндетті түрде жаңағы адаммен деп айтамыз, жеке сөйлесу, қызметкерлермен болу керек. Бір мысал сауал туындап отыр. Біз қазір қоғам жалпы әлімжеттік туралы көп айтамыз, буллинг туралы. Біз ол буллинг мектепте ғана бар екен деп ойлаймыз, студент арасында бар екен деп ойлаймыз, бірақ буллинг балабақшада да бар, әлімжеттік. Және оның түрі, нақты мысал, тағы да біздің әулетте кішкентай балабақшаға барып жүрген кезде бір балалар қалған балалардың басынан ұрады екен, мысалы. Балалар ойлаған ол қалыпты нәрсе екен деп.
деп. Өйткені оларға солай бола берген соң ол кәдімгі қалыпқа ене бастаған. Оның олай болмау керек екенін білген кезде әрине біз дабыл қақтық, барлығымыз балабақшаға бардық. Бұл былай қарап отырсаңыз әлімжеттік. Бұндай жағдайды сөйлесіп, көп сөйлесу арқылы әңгіменің ұшын шығарып алдық біз ата-аналар мысалы. Ал бұндай жағдайда сол қалыпты екен деп ойлап қалып, мысалы әлімжеттік мектепке ұласып кетіп жатыр, университеттерге ұласып кетіп жатыр. Жалпы әлімжеттікке түсіп қалған баланы қалай ажыратуға болады, олармен қалай жұмыс істеуге болады? Олар ашылып айта бермейді, оны қалыпты нәрсе екен деп ойлап қалуы да мүмкін. Немесе қорланып түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Оның формасы басқаша бола ма, бала өзін-өзі басқаша ұстай бастай ма мысалы? Жалпы қазір балабақшада да, мектепте де психолог мамандар бар ғой, мысалы, әсіресе іс-әрекетінде бір оғаштық көрінетін, қалыпты емеске жататын әрекеттерін байқап, осы баламен жұмыс жасауым керек деген міндет болу керек. Тек қана қағазбен ғана жұмыс емес деп айтамыз, иә. Содан кейін біздің ата-аналарда тіпті мына ауытқуға жататын қалыпты емес баланың өзін жаңағыдай мойындамай, жоқ, ол кәдімгі мектепте оқу керек, кәдімгі балабақшаға бару керек деп болмай, әйтеуір бір ақылы түрде болса да, бір анықтама қағаздарын алып болса да, көп тағы да кездесетін жағдай, сол бір ортаға кіргізіп жібереді де, содан кейін басқа балаларға қауіп төндіреді. Ондай жағдайлар тіпті жаңалықтардан да көрсетіліп жатады, үнемі. Сондықтан да тағы да басшы сол белгілі бір орынның, ата-аналармен жұмысы, міндетті түрде анықтама, жаңағыдай біз зерттеу дейміз, баланың барлық ерекшеліктерін бірінші түскен күннен бастап, және олмен бірге жұмыс істейтін маман, әсіресе тәрбиешілерді бір белгілі бір тесттер бар, мысалы, осылай жасаса бала, немесе ата-ана осындай бір шағым түсірсе, не істер едіңіз деген сияқты. Соның бір нәтижесінде ол қажеттілік болған жағдайда жүргізілетін тест па, жоқ оны жүйелі түрде балаларға жүргізіп отыру керек па? Қазір негізі көп орындарда қолға алып та жатыр, тәрбиешіні қабылдамас бұрын, мысалы, қазір бізде тек қана денсаулығына байланысты қарап қабылдап жатады ғой жұмысқа. Қазір психологиялық жаңағыдай саулық деген бар. Адамның тек қана физиологиялық саулығы емес, психологиялық, ол осындай бір баламен жұмыс ең қиын жұмыс қой. Мысалы, үйде тіпті кей кезде жүйкеміз сыр беріп жатады, ал ана жерде әр үйдің еркесі бар. Осымен жұмыс істеуге дәл осы маман дайын ба, тәрбиеші? Соны зерттеме жұмысынан жүргізетін тест қазір кейбір енді әзір еніп жатыр десем болады, орындарда қолға алып жатыр. Сосын содан өтсе ғана жаңағы маманды қабылдайды. Соны нақты кәдімгідей барлық орындар қолға алса ғой міндет. Сосын камера мәселесі, мәселен жаңа оқиғада балабақшамызда камера бар деген болған, бірақ өкінішке қарай енді осы даудамай кең көрсетеміз бәрін сөйтіп айтты, даудамай ушыққан кезде олар камерада түспей қалыпты, камера жоқ деп отыр. Яғни осындай, яғни факты болған өздері көріп отырған сияқты да, ал анық көрсете алмай отыр. Жасырып қалу мәселелері бар. Сондықтан осы камера мәселелері өте өзекті, оны бүкіл балабақшаларға міндеттеу керек. Әсіресе мына балабақша, ол мемлекеттік болсын, жеке меншік болсын, мына дамыту орталықтары болсын, олардың бәріне осы камераны талап бірдей болу керек. Олар былайша айтқанда жаңағы заң аясында енді бір айға дейін сақталады деп отыр ғой. Ол сол өшірілмеуін жаңағы жердегі бір қандай да бір оқиға орын алса, сол жағында бір қадағалау керек та. Өйткені бұл жерде де мәселен баланы ұру, ол тек қана кішігірім әкімшілік құқық бұзушылықпен жазаланып, не бары жаңағы бір 20-30 мың теңгелік айыппұл төлейді, ал бірақ балаға жаңағы жасалған психологиялық қысым, одан кейінгі қаншама уақыт сарп етіп мамандарға бару, психологтарға бару, одан аман шықса жақсы. Одан аман шықса, одан нәтиже шықса, ол ана ретінде әрине ата-анаға ол өте қиын, ол ата-анаға үлкен стресс. Ең кішкентай мәселелер, ең кішкентай болып көрінген бала ғой. Қазіргі қоғамда, заманда бала ең оңай мәселе сияқты көрініп тұрады. Бірақ ең қиын, ең нәзік, ең күрделі, ең қымбат мәселе ол баланың мәселесі. Бұл жерде тағы бір нәрсе айтайықшы, балабақша енді қазіргі кезде жаңа ата-ананың өз шешімі деп жатсыздар ғой. Бізде міндетті балабақшаға бару міндетті деп қабылдайды кейбір адамдар. Жаңа міндетті емес деген
біраз пайызы адамның жаңа балабақшаға бермей, ата-әжесі баланы өсіреді, немесе жаңа күтушілері бар деген сияқты, сөйтіп баланы өз беттерінше тәрбие беріп, бір қоғамның бір мүшесі ретінде, қоғамда қалыптасып жатқан тәртіпті, жүріс-тұрысты үйретіп жатады, солай. Бірақ дегенмен әр баланың өз мінезі бар, өз темпераменті бар. Мысалы, ұялшақ балалар болады, көпшіл емес балалар болады. Соған маман ретінде қандай кеңес бересіздер? Мысалы, ұялшақ баланың адаптациясы қалай жүру керек? Бұл жерде енді мен тағы айтып өтейінші, міндетті түрде балабақшаға бару дегенге тағы да қатысты айтайын, өткен баланың өзінің жеке ерекшелігіне де байланысты. Мысалы, болады ғой бір балабақшасы жоқ ауылды аймақтарда бар, мысалға алатын болсақ. Мен өзім балабақшаға барған емеспін, шынымды айтайын. Өйткені өзім сондай ауылдан шыққанмын, ешқандай балабақша болған жоқ, бірақ былайынша қарасаңыз, ол тағы да ол заман деп айтамыз, енді. Сіз қазіргі кезде балабақшаға бару міндетті деп кеңес бересіз бе? Міндетті деп ешқандай тұжырым жасамас едім. Өйткені тағы да айтып кететін жағдай баланың жеке ерекшелігіне байланысты. Мүмкін ол балаға жаңағыдай жарты күн ата-әжесімен бірге, кешкілік үйде бірнеше бала жаңағыдай, қалай айтамыз, үйдің бауырларымен бірге ойнауы комфортно дейміз, ыңғайлы шығар. Яғни бір ереже жоқ, оны балаңызға қарап отырып өзіңіз анықтауыңыз керек. Әрине, міндеттеме жоқ бұл жерде. Жақсы, ұялшақ балаларды ұмытып кеттік. Ұялшақ балалар. Темперамент типі дегенді көп. Бізде ата-аналар қалай баланы бір андай пластилин сияқты мына жерін қысып, мына жерін шығарып, өзіне ыңғайландырып алғысы келіп тұрады да. Мен айтам, бала бір үйдің балалар, тіпті егіз түрі бір дейдің өзі міндетті түрде екі түрлі болады. Әр түрлі болады. Сондықтан ол біреуге ұқсауға да міндетті емес. Бала қандай бар сол күйінде қабылдаған кезде кәдімгідей тыныс алу жақтарады ғой. Өйткені біз қабылдай алмай атамыз ғой, ананы өзгерткіміз келіп жатады да, ол бала да сезініп тұрады, мамасы қабылдамай тұрған, өзгерткісі келетін. Бәрі қысылып жүреді сосын. Шын ғой, сондықтан қабылдау ең басты. Қалай бар сол күйінде. Жақсы, рахмет сізге. Енді тағы да бір мәселе бар. Қазір әрбір тақырыбымыз сайын біз гаджеттер мәселесіне қайта айналып келіп жатырмыз. Қазір баланы социализациялау мәселесінде киберсоциализация деген ұғым жаңадан пайда болды. Яғни баланың өзін әлеуметтік желілерде, ютубта мультфильм көргенде жақсырақ сезінуі, оған ол өмір әлдеқайда түрлі түсті, қызықты, өз кейіпкерлері бар, солай болып сол әлемге құштарлық оянады екен. Ал ондай балалардың, ондай мысалдардың, зерттеулердің нәтижесі өкінішке орай әлі жоқ дейді. Ол мына жаңа цифрлық дәуірдің проблемасы. Оның нәтижесін біз бір 10 жылдың көлемінде көре бастаймыз. Қаншалықты ол адамның жалпы жанын әсер ететін. Әзірге айтқым келіп тұрғаны, мысалы, өзін сол жақта еркін сезінген балалар әдетте өмірде ұяңдау, жабық, өзімен өзі томаға тұйық болады деп айтады. Жалпы осы туралы сөйлесекші, ол баланың әлеуметтенуіне әсер ететін фактор ма? Бірден бір. Өйткені, мысалы, телефонға отырған кезде басымыз қалай былай кетеді, сосын ол бала жаңағыдай, енді көзге байланысты мен айтпасам да түсінікті жағдай, зиянын. Психологияда вербалды қарым-қатынас және вербалсыз деген бар, яғни адамның сөйлеуі. Телефонмен отырған кезде ол сізбен қарым-қатынас жасамайды. Тіпті анау бір қалжыңда бар ғой, жаңағыдай, айта берейін, мүмкін үзіп тастайсыздар. Ата енесі барлығы отырған кезде келінге келін шай құй деп жаңа WhatsApp арқылы жазып жіберіпті деген сияқты ғой, бір дастарханда отырып. Сол сияқты ғой, мысалы, балада да ата-анасының көзіне қарап. Ол да бар, свет сөніп қалды, үйдегілердің барлығы жақсы екен деген сияқты. Сол сияқты балада вербалды қарым-қатынас, былай көзіңізге қарап сөйлесу азайған сайын, ол сөздік қор да азаятыны ол белгілі, Одан кейін жаңадай ойлау дейміз, есте сақтау, қиял деген таным процестері бар. Барлық бір-бірімен тығыз байланысты ғой. Ол сөйлеу қоры азайған сайын адамның жаңадай қиялы да төмендей бастайды. Ал ол сөздік қор азайған сайын ол өзінің сенімділігіне де әсер етеді. Өзіне сенімділікке әсер еткен нәрсе ол өзінің әлеуметтенуіне міндетті түрде, яғни өзі бірден барып танысып ортаға кіріп кетуіне кедергі болады.
осылай түсіндіретін едім. Ары қарайғы дамуына да оның тікелей әсері болады. Мінез құлқына тіпті. Мінез құлқына да әсер етеді. Жалпы темперамент ол бізде туа берілетін нәрсе, оны ешкім өзгерте алмайды. Ол сіздің жаңағыдай анаңыздың құрсағында жатқанда берілетін нәрсе, ал мінез құлықтың өзгеруіне әсер ететін фактор көп. Демек, құрметті ата-аналар, жалпы гаджеттерді қолдану баланың әлеуметтенуіне кері әсерін тигізеді. Осыны мықтап еске ұстауымыз керек. Осы гаджеттер туралы сөз болды ғой, енді сіздің балаларыңыз бар. Қалай рұқсат етесіз ба, жоқ, қанша уақыт қолданады деген сияқты? Мен жалпы білесіз бе, мен мынандай мүлдем тыйым салуға мүлдем қарсы адаммын. Өйткені әр нәрсе өзінің бір белгілі бір мөлшермен болу керек деп ойлаймын. Егер тыйым салсақ, ертең ол сол нәрсе оған бір қажетті бір кереметтей бір арман, қиял, бүкіл өмірлік миссиясы сол нәрсеге байланысып қалғандай болып тұрады. Сондықтан бұл гаджеттердің зиянды жақтары бар. Біз мемлекеттік тұрғыдан да айтамыз ғой, ақпараттық қауіпсіздік, кибер қауіпсіздік мәселелерін қозғаймыз. Бұл жерде әрине балаларға кибер қауіпсіздік жағы да бар. Өйткені біз ар жақта оның кіммен сөйлесіп отырғанын білмейміз. Бала үйде, былайша үйде отырып-ақ бүкіл сыртқы әлеммен байланысып отыр. Сыртқы әлемде ол қанша қауіп қатерлер бар. Біз оны білмейміз. Ол сөйлесіп отырған кім, мәселен, WhatsApp болсын, басқа да әлеуметтік желілер болсын, ар жақта отырған адамның пиғыл әрекетін де білмейміз. Осы тұрғыдан біз баланы қадағалай білуіміз керек. Ал екінші жағынан қазір біз жаңа зерттеулерді мақпал айтып жатыр ғой, зерттеулер қазір жоқ деп. Бірақ екінші жағынан мен өткенде бір бағдарламаны байқап қалдым. Ол бағдарламада осы әбден осы технология, гаджеттерге байланған жапон ұрпағы қазір беріп жатыр олар. Біз қазір Жапонияның сол кездегі бір 10-15 жылғы бір жағдайында сияқтымыз, бастан кешіп жатқан сияқтымыз. Өткенегі бір зерттеулер бойынша қазір Жапонияда 3 миллион жас балалар бар екен. Олар сол бүкіл мәселесін гаджет арқылы шешеді екен. Яғни үйден шықпайды. Сол өзінің пәтерінде, әке-шешесінің берген пәтеріне ойын ойнап отыра береді. Бүкіл бәрі бар өзіне. Оған қарны ашты ма, пиццаны бәрі гаджет арқылы тапсырыс бере салады. Бұл шектен шығу ғой. Яғни бұл шектен шығу. Яғни біз бұл осы Жапон, Оңтүстік Корея, бұл проблема, бұл үлкен проблема. Өйткені бүкіл кішкентайынан сол гаджетқа бүкіл өмірін тәуелдетіп қойған, и ол ойлайды, жаңағы бала да ойлайды, мен бүкіл проблемамды осы гаджеттер арқылы шешем. Егер үйімдегі қоқысты біреу тастау керек болса, мен неге қозғалуым керек? Мен тапсырыс бере салам. Келеді сенің үйіңді жинап кетеді. Бұл толықтай ата-ананың жауапкершілігі. Бұл ата-аналардың соры болып отыр. Бүгінгі таңда Жапонияда үлкен проблема болып отыр. Енді 3 миллион дегеніңіз бір Шығыс Европадағы бір мемлекеттің халқының саны ғой, былайша айтқанда. Бұл түрлі жастардың арасындағы субкультуралар, дұрыс емес субкультуралар Жапонияда пайда болып отыр, білесіз. Пайда болып отыр. Менің де сол қорқынышым ата-ана ретінде. Болашақта біздің де балаларымыз бүкіл қазір проблемаларын сол гаджет арқылы шешіп, болашақта 10-15 жылдан кейін бүйтіп қозғалмай, аузыма түсе алма деп бүйтіп аспанға қарап отыра ма? Бұл жердегі басты назар аударатын нәрсе, баланың қолына гаджет берді. Бұл гаджет ол білім құралы. Бұны қалай қарайсыз, оны сол мақсатта қолданасыз. Егер сіз бұны көңіл көтерушілік, баланың алдап қою, өзіңізге тыныштық сыйлайтын нәрсе ретінде көрсеңіз, сіз оның нәтижесін аласыз. Ал бұның ішінде қаншама танымдық музейі, Луврды аралауға болады. Дұрыс. Мен мәселен, менің үлкен қызым, мәселен қазір 2-ші сыныптың математика сабақтары өте қиын. Сондықтан жаңа қызым өзі алып, сол Google'дан іздеп, бір қалай шешу жолдары, соны түсініп, оқып алады, тауып алады. Балалар өзі тауып алады. Тіпті қызық бір оқиға болған, мен өзім шеше алмадым. Шеше алмағанымды мойындадым енді. Мойындадым да сосын айтым, әкеңнен сұрашы, енді әкең енді білімді, ол бәрін біледі деп сөйтсем, әкесі оны түсінбепті де Google'ға қарап, жаңа бір жерден көшіріп жазып берген ғой. Сөйтсе, жаңа қызым айтады, ой, папам Google'дан көшіріп алды ғой деп. Сондай да оқиға. Қазіргі балаларды алдау мүмкін емес. Қазіргі балалар ақпарат көзін де қайдан
постоянно ата-анасының қай жерден алғанын, жаңа ақпарат көзін, дерек көзін біліп отырады. Бұдан шығатын қорытынды әлеуметтік желілерді, гаджеттерді қолданғанда да шегін білу. Кіммен қолданып отқанын, не үшін қолданып отқанын, қандай мақсатта қолданып отырғанын өзіңіз түсінбесеңіз, оны балаға есікті ашып жіберуге болмайды. Міндетті түрде ата-ана бақылау керек. Бұдан шығатын қорытынды осындай. Енді осы тақырыбымыз біраз жерге келіп қалған сияқты, қорытындылап өздеріңіздің бір ата-аналарға айтатын бір кеңестеріңіз ба, жоқ қорытынды сөздеріңіз бар ма, соны айтсаңыздар. Енді бұл әлеуметтену ол адамның өміріндегі ең маңызды этап, және ол өмірлік этап. Әлеуметтену қашан да жүреді. Мысалы, сол жаңағыдай туғанда отбасы, одан кейін балабақша, одан кейін мектеп дейміз, жұмыс дейміз, әлеуметтену өмір бойы. Қыз бала болса тұрмысқа шыққаннан кейін ана қайын жұртқа да әлеуметтену жүреді, керісінше ана болғанда да, иә. Сосын келінді болған кезде кете береді екен. Өмірлік процесс болғандықтан өте маңызды, және оған аса мән берген жөн, бірақ та әр адамның, әр баланың өзінің ерекшелігін ескерген жөн. Мысалы, мынау осындай балабақшаға беріпті, мен де берем дейтін, осындай жаста мына балам барып еді, осы балам да осы жаста барады деген бір қағиданы ұстанатындар да бар. Ол қателік, өйткені әр баланың өзінің жеке ерекшелігі барын ата-аналар ескерсе екен. Менің ойымша, жалпы балабақшаға беру ол бір парыз, міндетке айналмау керек. Егер мүмкіндігі жағдай, бір экономикалық мәселелер туындап тұрса, онда баланы үйде отырып дамытудың түрлі амал әрекеттері бар. Телеарналар болсын, смартфон болсын, жаңағы ютубтан небір қазақша әдемі дүниелер, кітап болсын, ең басты кітап. Қаншама кітаптар шығып жатыр. Мәселен, қазір кітапханаға барсаңыз, мәселен, әлеуметтенуге біз тек қана жаңағы ауладағы балалармен ойнауды кіргізіп жатырмыз. Бірақ мәселен, Астанадағы ұлттық кітапхана 5 жасар балаларды да қабылдай береді. Ішінде енді жаңа балаларға дамытуға кішкентай 0-ден бастап, былайша айтқанда бүкіл кітаптар тұр. Оқу, әріп танымайтын балалар сол кітаптарды оқып, әке-шешесімен барса, онда басқа балаларды да көреді. Біз өкінішке қарай кейде осы кітапхананы кейінге ысырап қоямыз, өйткені өзіміз қазір былайша айтқанда бір басқа әлемде, интернет әлемінде өмір сүріп жатқан сияқтымыз ғой. Бәрі мына смартфонмен бүкіл мәселе тойына алмай жатырмыз ғой. Сол смартфонмен шешіп жатыр. Өткенде мәселен мен өзімнің балаларымды сол ұлттық кітапханаға апардым. Үлкен қызымды қабылдады 6 жастан бастап. Ал кіші қызыма дейін болады екен. Ал жаңағы ол жерде кітаптардың бәрі бар. Ол жерде бөлек бөлім бар, бөлек балалар кітапханасы бар ма? Бөлек кітапхана ашылыпты, бөлек кітапханасы бар. Ішінде енді жаңағы қол жетімсіз, қол жетпейтін кітаптардың бәрі тегін тұр. Кеше міне Аруна баспасында шыққан, басқа да танымал баспаларда шыққан, кеше мына Англиядан мәселен соңғы аудармалар бар, Англиядан қазір мына Хэри Поттер деп айтып жатырмыз. Оның бәрі сол кітапханаларға тарайды, Құдай қаласа. Сол сияқты осындай қол жетімсіз кітаптар, қымбат кітаптар, 4-5 мың тұратын кітаптардың бәрін су тегін сол кітапханаға барып, балаңмен оқып, балаға соны түсіндіріп, әлеуметтенудің бір жағын қарастыруға болады. Өзімен құрдас балаларды көріп, ойын балаларына ойыншықтар да тұр. Сондықтан тағы бір мәселе, мына үй мұражайларында айтар едім, мәселен, ол бізде көңілдің бір тасада қалып жатқан мәселе. Көптеген ақын жазушыларымыздың Қазақстан түкпір-түкпірінде үй мұражайлары бар. Соны бір оқу бағдарламасына енгізу жақсы болар еді. Мәселен, Алматы Ахмет Байтұрсыновтың үйі бар, кейінгі мына Ғабит Мүсіреповтердің болсын, Сәкен Сейфуллиннің Астанада, Семейде болсын, Мұхтар Әуезовтің, Қонаевтың мұражай үйлері бар. Сол мұражай үйлерге апарып балаларды, мінеки Абай жолын жазған атамыз, Мұхтар атамыз міне мына шыныдан шай ішті. Яғни сіздің айтып отқаныңыз баланың әлеуметтенуі тек қана балабақша емес. Балабақша емес. Мұражай, кітапхана, апа, ата, театр, қуыршақ театрлар. Яғни жан жақты баланы қазір су тегін арзанға әлеуметтендірудің түрлі амал мүмкіндіктері бар, бірақ біз оны қарастырмаймыз. Бізде міндетті түрде ойымызда ана жерде бір VIP дамыту орталығы ашылды. Немесе балабақша, мемлекеттік. Немесе бір мемлекеттік балабақша кезегін келеді.
сөйтіп бір өзіміздің қоғамымызды сондай бір тұйықтап қойған сияқтымыз. Болмаса кітапханалар тегін, үй мұражайлары онша қымбат емес. Түсінікті. Қазір осы әңгімемізді аяқтамас бұрын бір сұрақ қойғым келеді. Алмагүл ханым, бала әлеуметтену деген дос деген ұғымның пайда болуымен тікелей байланысты сияқты көрінеді. Мысалы, мен өзімнің бақылауымда, менің балаларым 4 жастан асқан кезде маған дос керек деп жүреді. Анау менің досым деп. Оған дейін оларға дос деген ұғымды әзірге білмейтін сияқты. Содан кейін мен емес біз деп сөйлей бастайды. Соны біз соған назар аударуымыз керек пе? Сондай жағдайды балаға досты сұрағанда досты беруіміз керек. Біз дегенде біз бола қалуымыз керек. Осы емес пе әлеуметтену деген мәселе? Енді дос деген кіші жастан бастап ол өзі біреумен далада ойнап келсе де баламен досым деп атайды ол баланы, Сондықтан да ал саналы түрде мынау менің қиналған сәтте менің мұңымды тыңдайтын адам деген жасы, ол енді әрине кішкене бір 10 жасқа қарай деп айтсам болады. Енді қалай айтсам? Кейде балалар ойыншықтарын дос қылып жатады, мысалы. Жоқ, ол кіші жас қой. Ол өте кіші жас, 3 жаста, мысалы 4 жаста бірге ұйықтап, бұл менің досым деп тіпті есім қойып сөйтіп жатуы мүмкін. Ол қанша жаста аяқталу керек? Енді жансыз затты досым деп айту әрі кетсе 4-5 жас, әрі кетсе 4-5 жас. Осы шекті білу керек демек. Сіздерге өте үлкен рахмет айтамыз. Өте танымдық, ағартушылық ақпарат болды деп ойлаймыз. Сонымен бүгінгі ата-ана сағаты подкастымыз аяқталды. Көп нәрсені айтып, талқылауға тырыстық. Сіздер өз тәжірибелеріңізбен, білімдеріңізбен бөлістіңіздер. Көп рахмет. Бізде қонақта болған психолог Алмагүл Алдабергенова және журналист Камшат Тасболат. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.